Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып білім алушылары? Бұл видеода біз сіздермен 2-ші тоқсанның 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Алдымен сіздер осы тоқсанда өткен тақырыптарды мұқият қайталап алуларыңыз керек. Оны төменде видео описаниясынан қарап көре аласыздар. Ал әр есептің шығарылу жолы толық түсіндіріледі. Видеоның соңына дейін көріп, дайындықтарыңызды шыңдап алыңыздар. Ал бастайық. Бірінші есептің шарты: бөлшектерді салыстырыңыз дейді. Берілген 4 бөлшекті де көшіріп жазып алдым. Салыстыру белгілері естеріңізде болса, үлкен, кіші немесе тең белгілері. Осы бөлшектердің арасына сол белгілерді қойып шығуымыз керек. Біріншісі қараңыздар. Бұл жерде бөлшектердің бөлімдері бірдей. Алымы үлкені үлкен болады. Келесі дұрыс бөлшекпен бір саны салыстырып жатыр. Мынау дұрыс бөлшек 3-тен 2 деген. Кез келген дұрыс бөлшектен бір саны үлкен болады. Есте сақтап қалыңыздар. Келесі алымдары бірдей, бөлімі кішісі үлкен болады. 8-ден 9 деген бұрыс бөлшекпен бірді салыстырып жатыр. Бір саны кез келген бұрыс бөлшектен кіші болады. Осымен бірінші есеп толықтай 4 балл алу мүмкіндігі сіздерде бар енді. Екінші есептің шартында берілген сандар арасынан өзара кері сандарды табыңыз дейді. 3 түрлі сан берілген. Білесіздер, кері сандардың өзара көбейтіндісі бірге тең болу керек. Демек, біз көбейтіп көріп, бір-біріне кезек-кезек тексеріп, кері сандарды таба аламыз. Мысалы, біріншісі 1,4-тен 3-ті 7-ден 4-ге көбейтіп көрейік. Аралас санды көбейту кезінде міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Көбейтуді орындадық, қысқартамыз. Сол кезде барлығының орнында 1 қалды да бізде көбейтіндінің мәні 1-ге тең болды. Демек, жауапқа жазсақ болады: 1-ден 1,4-тен 3 пен 7-ден 4 сандары өзара кері сандар екен. Ал басқаларын да тексеріп көрейік. Кері сан болуы мүмкін бе? Көбейтіндіміз 1-ге тең бола ма екен? Қалған екеуін де көбейтіп тексеріп көрдік. Олардың нәтижелері 1-ге тең болмады. Демек, бізде осы 2 сан ғана бір-біріне кері сандар екен. Екінші есеп те аяқталды. Үшінші есептің шарты: өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл жерде өзара көбейтіліп тұрған жай бөлшектерді байқап тұрмыз. Көбейтуді орындау үшін ережесі: алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтуіміз керек еді. Ал енді мына жерде есептеуге өте көп уақыт кетеді. Сол есептеуді жеңілдету үшін біз қысқарту амалын қолданатын едік. Бұл жерде қысқаратын алым бөлімдер көріп тұрсыздар ма? Иә, қараңыздар, мына жерде 11 мен 11, 12 мен 12, 13 пен 13, 14 пен 14 қысқарып кетіп, олардың барлығының орнында бізде 1 қалып тұр. Сонда бізде нәтиже қарапайым 16-дан 15 деген жауап шықты. Үшінші есепте аяқталды. Төртінші есепте теңдеуді шешіңіз дейді. Теңдеуді көшіріп жазып алдық. Бұл жерде қараңыздар, бізде жақша қатысқан теңдеу екен. Бұл жақшаны біз көшіріп жазып алайық төменге. Одан кейін жасайтын қадамымыз: жақша сыртындағы амалдарды қарама-қарсы таңбасымен оң жаққа өткізуіміз керек. Бізде азайту амалы оң жаққа қосу болып өтеді. Сонда бізде аралас сандарды өзара қосуымыз керек болады. Алдымен бүтін бөліктерін қосатын болсақ, 9 бен 7-ні қостық, нәтиже 16. Ал бөлшектің бөлімдеріне қарайтын болсақ, бірдей екен. Демек, ортақ бөлім таңдап уақыт кетірмейміз. 13 болады ортақ бөлім. Алымдарын енді қоса берсек болады. Оң жақтағы нәтиже 16 бүтін 13-тен 13, немесе оны 1-ден 17 саны десек болады. Сонда енді y табу үшін біз оның қасындағы, айнымалының қасындағы қосылып тұрған санды оң жаққа азайтып өткіземіз. Осы жерде біз 16 бүтін 13-тен 13-ті 17-ның орнына қолдансақ болады. Өйткені қазір біз азайту кезінде есептеуімізге өте ыңғайлы. Енді бұл жерде айнымалымыз тең болады екен. Аралас сандар өзара азайту тақырыбы: алдымен бүтін бөліктерін азайтсақ, 16-дан 12-ні азайттық, 4. Бөлшектің бөлімдеріне қараймыз, бірдей. Демек, ортақ бөлім 1-ден 13-ті жазамыз. Ал алымдарын азайтайық, 13-тен 5-ті азайтуымыз керек. Сонда бізде айнымалының мәні y тең болады 4 бүтін 13-тен 8-ге. Есебіміздің жауабы шықты. Теңдеу шешілді. Бесінші есепте үшбұрыштың периметрін табыңыз дейді. Суреті берілген. Ал кез келген фигураның периметрін табу үшін біз барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосатын едік. Үшбұрыштың 3 қабырғасының да ұзындықтарының қосындысы түрінде жазып алдым. Енді оларды есептейік. Бұл жерде аралас сан да бар, жай бөлшек те бар. Алдымен аралас сандардың бүтін бөліктерінің қосып алайық. 1, 2 деген бүтін бөліктер бар. Олардың қосындысы бізге 3-ті береді. Ал 5, 10, 6 үшін біз міндетті түрде ортақ бөлім таңдауымыз керек. Оларды қосу үшін бөлшекті қосуда міндетті түрде ортақ бөлім таңдалады. Соны ұмытпаңыздар. Ал енді 5, 6, 10 үшін болатын ортақ бөлім 30 саны. Енді 30-ды 5-ке бөлсем, толықтауыш көбейткіші 6, 30-ды 10-ға бөлсем, толықтауыш көбейткіші 3, 30-ды 6-ға бөлсем, толықтауыш көбейткіші 5. Енді алымдарын қоссам болады. Толықтауыш көбейткішке көбейтіп отырып 6 мен 1-ді көбейттім.
6, оған қосамын 3-ті 3-ке көбейттім 9, оған қосамын 5-ті 1-ге көбейтіп 5. Сонымен нәтиже 3,30-дан 15, оған 5-ті қосамыз 20. Осы жерде бөлшек бөлігі қысқаратын болып тұр. Демек 3,3-тен 2 деген периметрдің мәнін алады екенбіз. Ең соңғы 6-шы есеп, есептің жалпы түрін қарайтын болсаңыздар, кішкене күрделірек есеп. Бұл жерде бірінші қадам не болады? Алдымен сіздер осы есептердің орындалу ретін қойып шығуыңыз керек. Мысалы, жақшалар бірінші орындалады. Бірінші жақшаны орындаймыз. Одан кейін екінші жақшаны орындаймыз. Одан кейін біз үшінші жақшаны орындап аламыз. Ары қарай бөлу бірінші жақша мен екінші жақшадан шыққан мәндерін, келесісі соңғы көбейту амалын орындаймыз. Енді осы рет бойынша бірінші, екінші, үшінші жақшаларды көшіріп жазып алдым. Соларды орындаймыз. 7 санынан 3-тен 2 бөлшегін азайтуымыз керек. Онда біз 7 санын 6,3-тен 3 деген аралас санға айналдырып алсақ болады. Одан 3-тен 2 деген жай бөлшекті азайту өте қарапайым орындалады. Сонда бүтін бөлігі 6, бөлшек бөлігінің ортақ бөлімі дайын, ал алымдарын азайтсам 3-тен 2-ні азайтсам 1-ге тең. Келесі, бұл жерде аралас саннан жай бөлшекті азайтуымыз керек. Бүтін бөліктерін азайтатын болсақ, 1-ден 0-ді азайтсақ 1, ал бөлшек бөліктеріне біз міндетті түрде ортақ бөлім таңдауымыз керек. 4 пен 6-ға ортақ бөлім 12 болады. 12-ні 6-ға бөлсек толықтауыш көбейткіш 2, 12-ні 4-ге бөлсек толықтауыш көбейткіш 3. Енді алымдары 9-дан азайтуымыз керек 2 санын. Сонда нәтиже 1,12-ден 7. Екінші жақшаның да азайту амалын орындап алдық. Үшінші жақша, бұл жерде қосу. Аралас сан да бар, жай бөлшек те бар. Бүтін бөліктерін қосып алайық. Жалпы бүтін бөлік 2-ге тең. Ал бөлшектің бөлімдері әртүрлі. Ең үлкені 6, 3-ке де 2-ге де бөлінеді, демек 1-ден 10-ны ортақ бөлім етіп таңдап алайық. Сонда 6-ның көбейткіші 1, 3-тің толықтауыш көбейткіші 2, ал 2 үшін толықтауыш көбейткіш 3. Алымдарын қарастырайық. Бірінші алым 3 болады, екіншінің алымы 4, үшіншісінің алымы 1. Сонымен нәтиже 2,6-дан 8 болды. Бөлшек бөлігі қысқарады 8 бен 6, сонда 2,3-тен 4 болды. Ал енді бөлшек бөлігі бұрыс бөлшектер, сондықтан бүтін бөлігінен 1 қос жіберіп, бұрыс бөлшекке айналдырайық. 3,3-тен 1. 3 жақшаның да амалын орындап алдық. Ары қарай бірінші жақшадан шыққан мәні мен екінші жақшадан шыққан мәндерін өзара бөлуіміз керек. Соны жазып алдым. Енді бұл жерде тақырып аралас сандарды өзара бөлу. Аралас сандар берілген күйі бөлу амалын орындай алмаймыз. Оларды біз бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. Біріншісі 3-тен 19 болады, екіншісі 12-ден 19. Ал бөлу ережесі бірінші бөлшекке өзгеріс енгізбей жазып аламыз. Бөлу амалы көбейтуге өзгереді де, екінші бөлшегіміздің алым бөлімі ауысып жазылады. Енді осы жерден көбейту алымына бөлім бөліміне көбейту керек, ал есептеуді жеңілдету үшін қысқартуды ұмытпаңыздар. 19 бен 19 қысқартамыз, одан кейін 12 мен 3 те қысқарады екен. Бұл жерде 12-нің орнында 4, 3-тің орнында 1 қалады. Сонымен нәтиже 4-ті 1-ге көбейтіп, оны 1-ге бөлгенде шығатын нәтиже 4-ге тең. Келесі ең соңғы амал, бірінші екінші жақшаны бөлген кезде шыққан мәнді, яғни 4-ті біз көбейтуіміз керек үшінші жақшадан шыққан мәніне, яғни 3,3-тен 1-ге. Бұл жерде көбейту амалын орындау үшін аралас санды алдымен бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 10. Бөліммен қысқара ма? Жоқ, онда алымына көбейтейік. 4 пен 10-ды көбейтсек 40. Бөлімінде 3. Бұрыс бөлшек болды, аралас санға айналдырып қояйық. Бұл жерде 13,3-тен 1 деген аралас сан екен. Демек, жауабымыз 13,3-тен 1-ге тең болды. Сонымен құрметті білім алушылар, барлық есептерін толық шығарылуымен қарастырып біттік. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сонымен қатар, төмендегі тақырыптарды сілтеме бойынша кіріп, қайталап, дайындықтарыңызды одан да жақсылап нығайтуыңыз керек.